Саламатсыздар ма, құрметті көрермендерім, сіздермен бірге Эльнара. Бүгін осындай дәмді және ерекше тағамның рецептісімен бөліскім келіп тұр. Бұл рецептте 6 орташа бойы картоп керек, оны қайнату керек. Осы картоптан біз пюре жасаймыз. Картопты біз қайнатуға қойдық, ендеше пиязды майдалап турау керек. Табаға май құйып, пиязды қуыруға бастаймыз. Кейін фарш пен пиязды бірге қуырамыз. Фаршты біз тұздаймыз, және де оған бұрыш қосу керек. Бұрыштан бөлек фаршқа арналған приправаларды қосуға болады. Фаршқа біз болгарский перец қосамыз. Оны осылай видеодағыдай тазалау керек. Болгарский перецті біз кубик қылып тураймыз. Болгарский перец пен фаршты бірге қуырамыз. Саңырауқұлақты кубикпен тураймыз, оны да фарштың қасына қосамыз. Егерде саңырауқұлақты қосқыңыз келмесе, фаршты көбірек салу керек. Картопты тексеріп қоямыз, егерде піссе, суды төгеміз. Піскен картопқа біз тұз қосамыз. Және де осы картопты біз езу керекпіз пюре қылып. Осындай езілген картоп болып шығады. Езілген картопқа біз бір жұмыртқа қосамыз. Араластырғаннан кейін бір стакан ұн қосамыз. Достар, ұн қосқан кезде видеодағыдай біртіндеп қосамыз. Осы массаға менде бір стакан ұн кетті. Противенға пергамент қағазын төсейміз. Пергамент қағазының сапасы жақсы болу керек, асты жабыспайтындай. Осы массадан біз домалақтарды жасаймыз. Домалақтарды жасаған кезде қолдарымыз ылғалы болу керек. Былай қылып видеодағыдай гнезда жасаймыз. Қараңыздар, осындай болып шығады. Оның ішіне біз начинканы саламыз. Ендеше гнездаларды пештің ішіне саламыз. Пешті 180 градусқа қоямыз, 20-25 минутқа. Содан кейін ірімшікті теркадан өткіземіз. Осы тағамның қасына күріштен гарнир жасайық. Алдымен сары майға пияз бен помидорды қуырамыз. Қуырылғаннан кейін үстінен жуылған күрішті қосамыз. Күрішті біз қуырамыз. Одан кейін күріштің үстіне су қосамыз. Су күрішті жабу керек. 20 минут өтті. Одан кейін гнездалардың үстіне ірімшік қосамыз. Пештің ішіне тағы да 10 минутқа қоямыз. Күрішіміз судан көріне бастады, ендеше біз жай отына қоямыз. 10 минут өтті, біздің гнездаларымыз дайын, оны гарнирмен бірге береміз. Қарағандарыңыз үшін көп рахмет, лайк, подписка қою ұмытпаңыздар. Келесі видеоға дейін сау саламатты болыңыздар.